жақсы, иә балалар, дұрыс айтты ғой, иә? Ендеше балалар, біздер бүгін есептер шығарамыз. Сол есептерді суретке, сызбаға қарап шығарамыз және қысқаша модельдеуді әрі қарай жалғастырамыз. Оқулығымыздағы балалар бірінші тапсырманы қараймыз. Есепті шығар. Биылғы жылы Нұр-Сұлтанда 5 мектеп, ал облыстарда 3 мектеп салынды. Барлығы неше мектеп салынды? Оқушылар, не белгілі? Нұр-Сұлтанда 5 мектеп. Өте жақсы, және 3 мектеп. облыста 3 мектеп. Ал не сұрапты бізден? Не белгісіз? Барлығы белгісіз. Өте жақсы. Енді балалар, мен тақтаға жазайын. Нұр-Сұлтанда неше мектеп болды? 5. Өте жақсы. Ал облыста неше мектеп? Сұрағы қалай болады балалар? Барлығы белгісіз. Өте жақсы. Балалар, енді осы барлығын табу үшін біз не істейміз? Неше мен нешені? 5. Неше болады? 8. 8. Не бұл? Жауабы қалай болады? Өте жақсы оқушылар, түсіндік қой, иә? Жақсы оқушылар, енді біздерде 3-ші тапсырмада есеп беріліп тұр. Бұнда мәтінді оқимын, тыңдаймыз. Қалада 50 гүлзар болды. 30 гүлзар суарылды. Суарылмаған неше гүлзар қалды. Енді балалар, біздер қазір осы есепке сәйкес қысқаша жазылуы мен сұлбасын таңдаймыз. Топпенен жұмыс жасаймыз. Бірінші топтың балалары, бері қараймыз барлығымызда. Сендерде осы гүлзардың болғаны, қалғаны белгілі. Енді сендер суарылғаны қанша гүлзар екенін табасыңдар. Таба береміз. Ал енді екінші топ. Сендерде осы гүлзарлардың суарылғаны, қалғаны белгілі. Енді сендер қанша болғанын табасыңдар. Келесі топ. Сендерде болғаны және суарылғаны белгілі. Енді сендер қанша гүлзар қалды? Соны табамыз. Ал қане орындай қояйық. Ал төртінші топ. Сендер енді осы қысқаша жазуы бойынша есептің сұлбасын табасыңдар. Ал қане орындай қояйық. Қай топ бірінші болады? Тұра қояды. Өте жақсы, үшінші топ болды. Өте жақсы балалар, иә? Топпенен тапсырманы барлық топта орындап болды. Отыра қойыңдар енді. Енді орнаға бірінші топтың оқушыларын шақырамыз. Қане, келе қойыңдар. Иә, тек жылдан қалам ұстайды қолына. Ал, оқу ғой. Гүлзар. Суарылды, белгісіз гүлзар. Қалды 20 гүлзар. Шешуі 50, азайту 20, бірден 30. Жауабы 30 гүлзар. Өте жақсы ма балалар? Жақсы, отыра қойыңдар. Керемет, бірінші топ жақсы орындады екен. Өте жақсы балалар. Енді келесі топтың балалары келе қойыңдар ортаға. Иә, шалқаңыздар, келе қояйық. Басқа топтың балалары қарап отырамыз, е ма? Дұрыс орындайды екен. Болды, белгісіз гүлзар. Суарылды 30 гүлзар. Қалды 20 гүлзар. Шешуі 20 мен 30 гүлзар. Екен. Жауабы 50 гүлзар. Дұрыс па балалар? Өте жақсы. Отыра қойыңдар, қане? Отыра қойыңдар. Жақсы балалар,
ойында. Басқа тапсырмаларды тыңдаймыз. Есептің сызбасы былай болады. Болды белгісіз бір зат. Суарылды 31 зат. Қалды 21 зат. Өте жақсы, балалар, дұрыс па? Өте жақсы, отыра қойыңдар. Керемет, балалар. Енді біздер ана бәйтеректің айналасын гүлзарға толтырдық па, балалар? Тапсырмаларды орындап біздер бәйтеректің айналасын гүлзарға толтырған екенбіз. Жақсы оқушылар, тақтаға назарымызды аударамыз. Енді мұндағы тапсырмаларды тыңдайық, міне. Егер тағы 5 қоян болса, барлығы неше қоян болады? Өте жақсы, балалар. Келесі тапсырманы қараймыз. Егер тағы 6 тиын болса, барлығы неше тиын болады? Өте жақсы. Келесі. Егер тағы 7 торғай болса, барлығы неше торғай болады? Өте жақсы, балалар. Ал енді тағы бір тапсырманы қарайық. Қоян 3 сәбізді жеп қойса, неше сәбіз қалады? Өте жақсы, балалар. Біздер жедел зымыран сұрақтарға жақсы жауап бердік, иә? Жақсы, балалар. Енді келесі тапсырма бізде жұптық жұмыс. Балалар, Нұр-Сұлтан қаласы әдемі болу үшін жарық қажет, солай ма? Олай болса, қазір жұппенен мына жарықтағы белгісіз санды екі оқушы бірігіп таба қоясыңдар жұппен. Түсінікті ме? Сол кезде біздер Нұр-Сұлтан қаласын осы тапсырмаларды орындау арқылы жарықтандырамыз. Ал, қане ала қойыңдар. Ала қойыңдар, орындай қойыңдар. Мен білем. Жақсы, балалар, енді жұптық жұмысты болсақ, әр топтан оқып жіберейік. Кім оқиды? Мына топтан Айша оқиғыш. Өте жақсы. Келесі Әлия оқиғы. 90-80-нің айырмасы 10-ға тең. Өте жақсы, балалар. Келесі топтан кім оқиды? Қане қай жұп оқиды? Ал, Раяна оқи ғой. Өте жақсы. Так, Мирас оқи ғой. Алдымен 3-тің қосындысы 9-ға тең. Өте жақсы, керемет. Так, келесі топтан кім оқып жібереді? Қане қай жұп оқиды? Нұрмұхамед оқи ғой. 8 мен 1-тің қосындысы 9-ға тең. Өте жақсы. Ал, Алдияр оқи ғой. Ал қысқа 20-ның қосындысы 80-ге тең. Өте жақсы. Так, келесі топтан қай жұп оқиды екен? Ал, Әлімжан оқи ғой. Қосындысы. Өте жақсы. Адина оқи ғой. 8-ден 1-ның қосындысы 9-ға тең. Өте жақсы, балалар. Біздер жұптық жұмысты жасай отырып, Нұр-Сұлтан қаласын жарықтандырдық па? Керемет. Жақсы, балалар, енді оқулығымыздағы 5-ші тапсырманы қарайық. Біздер зерттеушіміз ғой, иә, балалар? Жақсы, ал енді мен берілгенін оқимын. Үйшіктерде шаршы, дөңгелек және 3 бұрыш тұрады. Міне, мына үйшіктерді қараймын. Және біздің оқулығымызда осындай үйшіктер берілген. Енді балалар, тапсырманы тыңдаймыз. 3 бұрыш пен дөңгелек үлкен терезесі бар үйшіктерде. Ал дөңгелек пен шаршы биік шатырлары бар үйшіктерде тұрады. Әр фигура қандай үйшікте тұрады? Кім біледі, қане? Кім айта алады? Бірінші тұрған үйшік. Дөңгелектің үйі дейді, балалар, дұрыс па? Өте жақсы.
алдымызда ғажайып алаң тұр, иә? Осы алаңдағы тапсырмаларды орындау арқылы біздер қазір кім шапшаң екенін білеміз. Кім шыққысы келіп отыр, иә? Так, Нұрали келе қойшы. Өте жақсы. Келесі кім келеді, қане? Кім келеді? Әлихан келе ғой. Кел. Дұрыс па, балалар? Өте жақсы. Келесі кім келеді? Айзере келе ғой. Келе ғой, Айзере. Дұрыс па, балалар? Өте жақсы. Камила келе ғой. Камила келе ғой. Дұрыс па, балалар? Жақсы. Отыра ғой. Келесі. Айша келе ғой. Келе ғой. Өте жақсы, балалар, дұрыс, иә? Келесі дұрыс па, балалар? Дұрыс па, балалар? Жақсы, өте жақсы. Жақсы, отыра қояйық. Болды, жақсы, отыра қояйық. Оқушылар, енді біздер бүгінгі сабағымызды жақсы түсіндік деп ойлаймын, иә? Енді балалар, бүгінгі сабақтағы барлық тапсырманы түсіндім, жақсы орындай алдым деген